Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Сендермен қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің сапарым. Сабағымыздың мақсаты, балалар, заттардың көп екенін түсіндіріп айта аласыңдар. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерін үйреніп жаттап алайық. Сөздік дәптерлеріңді ашып, осы сөздерді жазып, жаттап алыңдар. Бұрылыс – бұл поворот. Қиылыс – пересечение. Киіз үй – юрта. Малшы – скотник. Қанекей, балалар, барлығымыз қайтадан осы сөздерді қайталап жаттап алайық. Бұрылыс – поворот. Қиылыс – пересечение, киіз үй, юрта, малшы, скотник. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларын орындауға көшейік. Оқулықтағы бірінші тапсырма. Сөздерді көптік мағынада жаз. Напишите слова во множественном числе. Балалар, барлығымыз көптік жалғауын есімізге түсіріп көрейік. Көптік жалғаулары: лар, лер, дар, дер, тар, тер. Ауыл, ауылдар. Ендеше, балалар, дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып, осы сөздерге көптік жалғауларын жалғап жазыңдар. Көше, шам, үй, сиыр, жылқы, көл, өзен, қиылыс. Жарайсыңдар, балалар. Жалғауларды жалғап болсақ, өзімізді тексеріп көрейік. Ауыл, ауылдар. Көше, көшелер. Шам, шамдар. Үй, үйлер. Сиыр, сиырлар. Жылқы, жылқылар. Көл, көлдер. Өзен, өзендер. Қиылыс, қиылыстар. Жарайсыңдар. Ендеше, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Оқулықтағы екінші тапсырма. Суретте нелер бар? Айтып бер. Что есть в картинке? Расскажите. Например, мысалы, суретте үйлер бар. Суретте көлдер бар. Ары қарай жалғастырып, дәптерімізге жазайық. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырманы орындап болсақ, өзімізді тексеріп көрейік. Суретте қалалар бар. Суретте үйлер бар. Суретте көлдер бар. Суретте көшелер бар. Көшеде көліктер бар. Жарайсыңдар, балалар. Осы қалыптарынан талмай, осылай тапсырманы орындай беріңдер. Жақсы, ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Оқулықтағы үшінші тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Смотрите на картинку и отвечайте на вопросы. Бірінші сұрақ: көпірлерде көліктер бар ма? Екінші сұрақ: жолда бұрылыстар көп пе? Қиылыстарда көлік кездесті ме? Үшінші сұрақ: далада мал жүр ме? Төртінші сұрақ: өзендерде балық бар ма? Жақсы, балалар. Бір есте сақтайық. Қайда сұрақ, балалар? Белгілі бір мекен жайды анықтау мақсатында қойылатын сұрақ. Қайда? Где? Қайда? Бұрылыстарда. Қайда? Ормандарда. Қайда? Көліктерде. Қайда?
өзендерде? Қайда? Көшелерде? Қайда? Тауларда? Бұл жерде балалар қызыл түспен белгіленген жалғаулар, олар көптік жалғау екенін есімізге сақтап алайық және дәптерімізге жазып алайық. Келесі тапсырмаға көшейік. Оқулықтағы 4-ші тапсырма. Жақшаны ашып жаз. Откройте слова, которые в скобках, и напишите с окончанием. Например, үлгі, қалаларда үйлер өте көп. Жарайсыңдар балалар, орындаған тапсырмаларыңды өздеріңнің мұғалімдеріңмен немесе ата-аналарыңмен бөлісе аласыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.